Саламатсыздар ма оқушылар? Орныңызға отырыңыз. Құрметті оқушылар, өзімді таныстырып өтетін болсам, Су ауданы Әйтекеби атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі Екежанова Айжан Өкебаеваның себебімен танысқаныма қуаныштымын. Ендеше біз бүгін алгебра сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын біз тақтаға шығып, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында 4 топқа бөлініп алайық. Содан бүгін келіп тақтадағы стикерлерді алып топқа бөлінеміз. Кезеңінде жұмыс жасайтын болғандықтан осы бағалау қарары бойынша қазір өз-өздеріңді әр кезең бойынша бағалап отырасыздар. Сабақтың әр кезеңінде 1 балдан қойып отырыңыздар, ал тапсырманың орындадым деген жерге 3 балдан қоясыздар. Енді біз өткен сабақта рационал теңсіздіктер интервалдар әдісін шешуді үйрендік. Енді қазір үй тапсырмасын бекіту мақсатында сіздерге сәйкестенді әдісін таратып берейміз. 4 топқа сәйкестенді әдісін таратамын. Жалпы кім маған айтып жібереді екен? Квадрат теңсіздікті шешудің қанша әдісін білеміз? Қанша әдісі бар? Квадрат теңсіздікті шешудің қанша әдісі бар екен? Айтып жіберейікші. Тамаша, ерінің тамаша, интервалдар әдісін білемін дейді. Қағандай әдісті білеміз? Қағандай тоқтықсымыз ортаға графиктік әдісті біле. Тамаша кеткен екен. Мына жерде екеуінің орны ауысып кетуге. Ал, қаны, жұмысты көрсетіп жіберейік. Жарайсыздар. 3-ші топта ешқандай қателік кеткен жоқ. 4-ші топта көріп жіберейік. 4-ші топта жарайсыздар. 1-ші топ бізде асық толды, жарайсыздар. Ешқандай қателік кеткен жоқ. Яғни сіздер өткен тақырыпты еске түсірдім деген жерде өз-өздеріңізді бағалап, 1 балдан дұрыс қателеспеген болсаңыздар, 1 балдан қоюға болады. Енді бұл графиктермен неге жұмыс жасаттым? Біз қазір ғана айттық, квадрат теңсіздіктерді шешудің 2 әдісі бар. Оның бірінші әдісі графиктік әдіс, екіншісі интервалдар әдісі. Біз бұған дейін интервалдар әдісімен жұмыс жасаттық. Бағалатаны бір-бір мектебімізде барынша бағаланса, қазылған жұмысты тексеріп жіберіңіздер. Қаны тексеріп па? Бірінші топ пен екінші топ. Қаны, кім қорғайды? Кім айтады, қалдайды дегенім ғой, қорғайды. Ал, қаны, шығыңыздар тақтаға. Бізде екінші топ, қосық тобын бағалап жіберіңіздер. Қаны, Ернұр және Амир. Есеп дұрыс шығарған ба, шығармаған ба? Есеп дұрыс шығарған дұрыс, идея дұрыс құрастырылған ба? Ал, енді сіздерге сұрақ қойып, сол сұрақтың жауабын айтыңыздар. Интервалдар кестесімен құрастырылғанда егер есеп нөлден үлкен болса, онда біз оң мөлшерді аламыз. Егер нөлден кіші болса, онда тек нөлден аламыз. Қандай есеп болады? Оң теріс. Дискриминаторлар дұрыс құрастырған ба? Дұрыс, ережені дұрыс қолдану, интервалдар кестесін құру. Мына топта қалай бағаладыңыздар? Эмоцияларыңызды білдірмейміз ба? Өте тамаша, немесе өте тамаша деу керек, бәріміз бірге. Ал, кәлім келіңіздер.
Tamam. Yani 7. top biz 1. topta kalay bağlayımız. Öyle yapsın. Tamaşa deb bağlayımız deyip. Buna jekte. Kanat кезектес тез кіріп шығады тақтаға. Бұл жеке жұмыс болғаннан кейін жеке шығу керек, иә? Аннен шыға ғой, мына топтан маған белгілесеңдер, мен есептің дұрыс-бұрыстығын тексеріп беремін. Және әпкелері көрейік. Біздің балалар теңсіздікті интервалдар әдісімен шешуді меңгерді ме екен, көрейік. Бізде тақтамен жұмыс міндетті түрде болу керек, иә? Балалар. Біз интервалдар әдісімен шешу үшін бірінші бөлшектің алымын 0-ге теңестіріп алды. Ескеріштер бойынша қарастыратын болсақ. Және бөлден бөлімін 0-ге тең емес деп алып, және интервалдар әдісіне арқылы координаталық түзуге сандарды белгіледі. Және таңбаларды анықтап, есептің жауабын жазды. Дұрыс деп есептейміз. Тамаша. Тамаша отыра ғой. Тамаша, дұрыс қалғансың. Тамаша. Қареки. Жарайсың. Есебің өте тамаша. Жазып қойды. Болды қарап. Екеуін. 19-да 5-ші есепті шығарған оқушы бар ма? Әнелден басқа. Орнымызда отырып шығарған. Al ele arkadaşlar. Өте тамаша төреған жарайсың деген саған қолдау білдіреміз. Сауаттылық тапсырмасы беріліп тұр алдарында. Осы тапсырманы оқып жіберіп, бүгінгі сабағымызбен байланыстырып, квадрат теңсіздік құрастырып, есепті шешіп жіберейікші. Қане. Балалар әлемнің ойын алаңының ұзындығы енінен 5 метрге артық. Алаңның ауданы 100. Ал кәні, әнел айта ғой. X жасау ішінде X кертпес, содан кейін X Жүземді. Тамаша, квадрат теңсіздік дұрыс құрастырылды ма? Ең бірінші сұрақ дискрипторын айтып жатыр не? Енді осы квадрат теңсіздікті шешіп жіберейікші. X жақшаның ішінде X плюс 5. Негізі біздің квадрат теңсіздігіміз шешілгенде -15 пен 10-ның аралығы болады. Бірақ бізде ұзындық ешқашан теріс санмен өлшемейді. Сондықтан біз 0 мен 10-ның аралығында болуы мүмкін деп ойлаймыз. Енді жасанды интеллект елестетеміз. Бұл ұғымның нақты анықтамасын алғашқылардың бірі болып келеді. Математика бойынсаны 1781-1848 берген болатын. 1851 жылы басылып шыққан. Біз қазір чех математика Пальцановны сөйлеттік, яғни осы интервалдар әдісін біздің ғылымға енгізген математика екеніне, жалпы математика тарихының
Енді сіздерге жаңа мен алдын ала пән мұғалімдеріңізге айту арқылы мына сілтемені жіберген чаттарыңызға алып, ол жердегі логин менен парольді тез теріп жібереміз, балалар. Супер кит әдісі. Супер кит әдісі сіздердің телефондарыңызға онлайн тамаша тапсырмалар дайындап қойдым. Сол тапсырмаларды тез орындап жіберейік. Олар интервалдар әдісімен квадрат теңсіздіктерді шешіп, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Өздеріңіздің бағаларыңызды көресіздер, ол жерде онлайн платформадан нәтижесін көресіздер, қай есептен қате жібергендеріңізді көресіздер, қай есеп дұрыс шығарғандарыңызды көресіздер. Жеке-жеке өздеріңізбен. Бағалар, ендеше алдарыңа бағалау парағын қойып қойғанмын. Бағалау парағы бойынша өз-өздеріңді бағалаймыз және үйде 19-да 6-шы есепті белгілеп аламыз үй тапсырмасы қылып, және бағалау парағы бойынша маған өз-өздеріңізді бағалап жинақтап беріңіздер, мен өздеріңізді жаңа әпкелеріңізге бағалау парағы бойынша нәтижесін шығаратын боламын. Жалпы оқушылар бүгін сабақта Анель, Ернұр, Төрехан, Нұргелді, және сызға жақтан Айдема, Мери, және Темірлан жақсы көзге түсіп, үлкен нәтижеге жетті деп есептеймін.